Ya, bizде қонақта жайдарманшы, актер. Көке суши пицца жабылып қалды. Сен ағаның өкпесінен болды ма ол нәрсе, или өздеріңіз қаламадыңыз? Сондай болды. Болашағыңды қалай елестетесің, солай болады барлығы. Қарағаш жетсай, білмеймін енді. Бірақ біз ойлағаннан мықты болып шықты. Ей, не айтып жатыр? Не айтып жатыр деймін саған? Негізі жалпы әйел адам өнерге барған қалай? Патриархатты жақсы көремін. Мен сізді итеремін. Менің аяғым ауыр. Ойламайсыңдар ма енді? Интересно. Арманым кино индустрия. Пончик, сен олай рисковать етпесей? А так художник емес, рисовать етеді. Конкретно айтып тұрмын мен саған. Мынау теткасы. Бісміллә. Мынаны ше, көрдің ба? Көрдім аға, ассалаумағалейкум. Салам. Сендер не айтасыңдар дейді? Бартерге кетіп қалдым, ол екен. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн достар. Сіздермен бірге әдеттегідей The Guest Show бағдарламасы. Бізде қонақта. Я, бізде қонақта жайдарманшы, актер, Мамыр көкемнің баласы Ұлан Мықтыбек. Қош келдің, Ұлан. Қош келдің. Қош көрдік. Жақсы, шүкір. Сол өткен. Анаға әңгімелерді айтып кеткенсің ба? Жақсы жеттім, аман есен, барлығы күшті. Негізі мен келіншегіммен келу керек едім бұл сұхбатқа, бірақ та енді кейбір жағдайларға байланысты келе алмай қалды. Қош көрдік. YouTube арналарыңыздағы барша оқырмандарға, көрермендерге сәлем дейміз. Көріңіздер, подписка жасаңыздар, лайк басыңыздар. Осымен сұхбат аяқталды. Енді Ұлан, жалпы Шымкенттен екеніңді барлығы біледі, бірақ енді толықтай қай өңірдің тумасың, немесе қай ауылдың тумасың? Негізі сол барлығы сөйтеді ғой, Шымкенттенсің ғой, бірақ ауылың қай жақта деп. Негізгі ауылым Әкемнің ауылы Бәйдібек ауданы, Шаянжақ, Глинково, Ақбастау деген жердегі бала бөгеннің қасында сол бөгенге шомылып өскен кісі әкем. Өнерден алыс емес ол кісі де. Мен бірақ таза қалада туылдым, қалада өстім. Беловодтың перзентханасында туылып, қалада өстім. Енді ай сайын, жаз сайын, бірақ ауылда жүрдік қой. Бірақ таза городской жігітпін. Онда, Шаянға барсаң ән жым деме деп, онда бәсе, ән қайдан дарып десе, Бәйдібек ауданы, керемет. На көкең ұсақ қат қалайын ба? Қат қалсай дейм. Шөп дейсің. 2018 жылы, 2017 аяғында, 2018 жылы үйлендім ғой. Қазір 2 бала-шағам бар, 1 әйелім бар. Әлі көш енді атасын қоғы, бәрібір атасын бауырына басқан. Бірақ Көркем деген екінші қыз, өзім қызым деп қойым, ол да атасы апасын қоғы енді. Көкем деймін ол мен оған. Анаңыз кәпке ертіп барады. Енді бір Мамыр көкемнің, бірі апамыздың, анамыздың қызы, бір бала. Келесінен өздеріңізге келтіріп аласыздар деп айтып отқаным ғой. Өздерің туылмаңдар деген әңгіме болады ғой бәрібір. Енді Ұлантай, жанұялық сұрақтар қойып жатырмыз ғой. Енді былай қарағанда жайдарманшы ретінде, өзінің актер ретінде білеміз, Аллаға шүкір. Қандай керемет сериалдарға түсіп жүрсің қазір. Енді менің бір басты бір сұрағым. Бұл сұрақ негізі баяғыдан келеткен сұрақтың бірі да. Адам қорқытайын деп қорқытып отырсың ғой. Мынандай сұрақ. Мысалы, Реалды көтерген Криштиано ма, немесе Криштианоны Реал көтерді ма, немесе қазір Нұржан Төлендиев ағамыз Шаншарды көтерді ма кезінде, немесе Нұржан ағамызды Шаншар көтерді ме деген сияқты. Енді менің бір қатты сұрағым, Байдың балдарын Ұлан көтерді ме, Ұланды Байдың балдары көтерді ме? Жоқ, негізі бір-бірімізге себепшіміз. Ол мен өзіме де айтады, сен командада жақсы ойнайтын сенсің, командада күшті ойнайтын сенсің ғой сол. Ал десе, анау онша енді қасында Наурыз кішкене не алады, деп маған да өзіме де айтады, бірақ та енді самауырын мен каждый айтамын ғой, самауырында қайнау үшін астын шұқу керек, үфіру керек, отын салып тұру керек. Самауырды әдемі қайнататын адам жалғыз өзі бүйтіп өзінен өзі қайнай салмайды ғой. Сол сияқты әуелі Алла, одан кейін бірінші осы жайдарманға негізгі шығуым себепшісі Ғайнұр деген әпкем болды. Енді кішкентай кезімнен папам өзі сахналарға бүйтіп ертіп шығып жүрді.
өзім кішкентай кезімнен кассета бауыржан шоудың кассетасын көріп ынтық болдым. Мектеп оқып жүрген кезде, ес жиып 10-11 оқып жүрген кезде, 9-11 оқып жүрген кезде Беловодқа Ақсукентке Сайрам ауданына положение алып, сояққа бірінші мектептің атына өзім қоғамдық жұмыстардың жаңағы ұйымдастырушысы болып қызмет атқаратындығын Ғайнұр дейтін әпкем. Сол кісі алып барды алғаш рет. Сол кісінің арқасында әйтеуір бүйтіп Беловодта ойнап, көзге түстік. Шымкентте ойнап жүрген кезде, Шымкентте енді шыны керек, өзім енді жақсы көресің ғой бір нәрсені ойнап, кез келген сахнада болсын, өзіңді көрсетіп, жыртып, сояқты күлдіртіп жүрген кезде Наурыз ұсыныс тастады. Байдың балдарына емес. Наурыз Политехте оқып жүрген кезде Политехқа ойна деген жоқ. Бәйдібек ауданының жастарының атынан КВН ойнайық деп. Азамат та ұсыныс тастады. Жаңағы біздің Түлкібастың атынан балдарды сбор жиналып жатыр, шығайық деді. Бағдәулет білмеймін, енді ол да айтып қалды қарапайым жігіттерге не қылып. Ерік Братан да шақырды командасына, бізге ойна. Зертастың жетекші болып жүрген Бағдат аға 13-ші аймақта, сол кісі де командаға шақырды. Сөйтіп жүрген кезде Меснидің ойынына, Сузында кіші ойында, мектеп аралық, колледж аралықта Сузда ойнап жүрген кезде чемпион болдым. Мектептің атынан сол кезде сол Суздың финалын Нұрым Дос болып жүргізді. Сол Нұрым Дос болып кубокты ұстап шығып баратқан кезде маған қолқа салып, қаққа түсесің оқуға деді. 11 бітірейін деп жатыр екенсің биыл. Текқа түсемін ғой, бұйыртса, папам оқыған жер сол, таныстары бар, сояққа түсетін шығармын деп ойлап жүрген кезде жаңағы Нұрым аға онда біздің командаға келді деп ұсыныс тастады. Ақыр соңында сол Азамат, Бағдәулет, Наурыз бәріміз бір командада бір қазанға қайнадық қой, короче, Байдың балдарына. Негізі Байдың балдары өзі 2011 жылы құрылған, мен 2015-те қалай кірдім, солай нормально болды ғой команда. Ең соңында сөйтіп жауап бергенсің ба? Негізі, бір-бірімізге себепшіміз. Нұрекеңнің капитаным, Нұрекеңнің жаным әншейін жақсы көремін. Ол кісінің лидерлік қабілеті бір қыштып береді да. Өзімнен өзім әзіл шығарамаймын мен. Өзімнен өзім бүйтіп, әзіл шығарайын десем шығарамаймын. Нұрекең бірден айтты, мына бақытты әзіл шығарып көрші, мынандай болады ғой өмірде. Сода айтып көрші дейді, сонымен кетесің қайнап. Бір-бірімізге себепші болып, әйтеуір ойнап, пока енді команданың моторы қып қойды ғой мені. Былай көп жаңа упордың бәрін маған тастады. Давай сен ойнай берші, сен ойнай берші. Былайша айтқанда Рональдо қып қойды ғой. Гол салатын дегенде ғой футбол. Енді тренер ғой, нападающийді де сайлайтын. Нападающий сен боласың, аяқта мен боласың деп. Жалпы отбасыға қайтадан оралайық. Мынандай ғой, әйелің екеуің ютубта жоба бастапсыңдар. Жанұялық. Жанұялық, тұрмыс тіршілігін көрсетіп, Ақсұлумен бірге екеуің. Сен жем ойнайды қателеспесе. Екеуің ана песақа ұстап алып, былай. бір өзімше бір қиялдан монтаждап түсірген нем ғой, жаңа ауылда шәуілдірге барғанда бір түсірген. Өзім идеологияммен, ол ары қарай ол шәуілдірді. Ол нағашым жақ шәуілдір жақта. Басталды да, аяқталған жоқ. Сол басталды, әдемі болды. YouTube жоба болып, ары қарай жалғастырып, YouTube жоба болып кеткен жоқ бұлай. Негізі әйелің өзі қызығады ма? Осы өнерге жалпы? Қатан қызықпайды шын арасында бір минут жоқ, әйелім қызыға ма? Әйелім аса қатты қызыға бермейді. Мына тикток түсірсек, тикток түсірейік деп арасында. Жалпы тиктокқа қызыға ма? Тиктокқа қызық қалады арасында, сосын маған қызығады. Түнде 2:30 бардық. Енді ұлан, жалпы 2010-нан бері қарай жоғарғы лигада біраз жыл дейінші, бірнеше жыл Батыстың, немесе жаңа Қызылорда, Семей деген Шығыстың командаларына жоғарғы лиганың көбі кетіп қалып отырды. Яғни жоғарғы лиганы Батыстың әңгімесі өтіп кетті дейміз бе, әзілі мықты болды ма? Одан бері қарай біз енді тақымызды қысып, тілеулес ниеттес болып отыратын Сырдариямен әрине ол өздері Байдың балдары. Енді сол кездегі бір сәтке еске оралып, өздеріңіздің бір чемпиондық көңіл күйлеріңіз қалай болды? Кішкене тарихқа, архивқа қайда? Атқа барып кетейікші. Білмеймін енді, біздің местный ойындар негізі әр облыстың, әр қаланың местный ойындарына байланысты ішкі чемпионаттары қалай өтеді, ол солай вышкаға бара алады деген сияқты. Сол жылдар қатты, қазір енді білмеймін, местный ойын
сағат болмайды ше. Қызық та болмайды. Карантинге дейін де тоқтап қалып еді жалпы ішкі чемпионаттар. Анда-санда болып кетіп, бірақ ішкі чемпионаттан басталады ғой сол нәрселердің барлығы. 2010-нан бері батысқа алып кеткенде енді біраз жыл деймін. біраз жыл сол жақтың командалар Азаралдар шықты, Аралас шықты, Сағызу аяғынан бері ойнап Аягөзге бұйырып кетті бір жылдар, Аягөзде енді жақсы команда. Әр команданың өзінің орындары бар. Қазір енді Жайдарманда Шили, қазір Жайдарманда батыс болып кетті, Жайдарманда шығыс болып кетті, Жайдарманда оңтүстік келатып деген қазір ондай әңгіме жоқ. Қазір Жайдарманда мына команда жақсы ойнап жатыр деген әңгіме қазір. Мына команда жақсы екен, Рудный жақсы екен, Миллион жақсы екен қазір. Деген әңгіме де қазір. Қазір жаңағы батыс айырып жатыр қазір, оңтүстік айырып жатыр қазір. Шығыста жақсы екен. Жалпы бөлінудің қажеті жоқ дейсің ғой. Иә, жалпы Жайдарманда бөліну деген стереотипті бұзып тастағанбыз біз. Қандай команда, сол команда мықты екен деп қабылдаймыз болды. Қытай не болады? Қытай енді білмеймін, Қытай дыштап қалды біраздан бері. Енді оған Негізі жалпы ойын бола ма? Деп жатыр. Иә, Жайдарман кап. Негізі Қытайға Жайдарман кап өте механикасы өте мықты Жайдарман кап. Премьер лигасының өзінің механикасын өзгертеміз, бүйтеміз, сөйтеміз деп сұхбаттарын қарадым. Жайдарман капта сырттай қарап өзімізге қызық қалды. Неге біз негізі шақырды Жайдарман капқа. Жұмыстарымыз болып қалды. Балдар бір-екі мен өзім жұмысқа кіріп кеттім. Осы ақша жетіп 5 миллион керек емес. Шаруаларымыз. Пайын балдарымыз болды. Әдемі. Қызықтар алмады бізді. Жайдарман мен Қытайның айырмашылығын айта аласың ба? Жайдарман мен Қытайның айырмашылығы қазір бар шығар, сәл былай формат өзгерген. Бірақ форматы бір ғой. Сол КВНшіктер командалық ойын, топтық ойын, екі-ақ команда или бір-ақ команданың несіміз. Айырмашылығы тек жүргізушілердің. Иә. Ой, Тұрсынбек деп әңгіме айтады. Иә. Әзілдері бөлек-бөлек болмаса, бірақ форматы бір ғой. Сол КВНнің стилінде ғой. Иә. Енді Ұлантай Қытай жайлы айтып жатырмыз ғой. Есен Елеукен, Есен ағамыздың бір сұхбатында сіздер жайлы, яғни байдың балдары жайлы былай дейді. Есіңізде болса, көрген шығарсыз, көрмеген шығарсыз. Байдың балдары қызды сатып кетті ме? Жоқ, сатып кетті деуге келмейді, бірақ жоба қылдық байдың балдары деп, как театр ретінде. Бірақ бір күн барсаң Қытайда ойнап жүрді. Соған сіздердің Қытайға кетулеріңізге Есен ағам көзқарасы қалай? Өтпелі ме ойын үшін? Қазір ол кісі айтады, қазір мен наоборот ренжімеймін қазір. Сәл көңілім бүйтіп қалмаймын, бірақ ренжіп, қапа болмаймын, ол кісі ренжімейді. Ренжісерде де ренжіді ғой басында енді, бірақ қазір бәрібір мен папа деп сөйлеймін ол кісіге. Мен әкем КВН ойнады кезінде. Мен бәрібір Есен ағаммен басқа балдарды мен өзім Есен ағаммен жақсы көремін, әлі де папа деп айтамын. Ренжитіндей, ренжісе орны бар. Мен болсам ол кісінің орнында мен де ренжитін. Жалпы алдынан өткен бе едіңдер? Алдынан ба? Есен ағам. Былай қатты былай біз барамыз, болып кетеміз деп айтқан жоқпыз. Бірақ арғы жақтан білейін дедіңдер. Қытайға жазылып қойғаннан кейін Нұрекең өзі звондап солай қылды ғой, айтып түсіндірді ғой, бәрі білді ғой. Қытайға барғанға дейінге дейін бәрі білді біздің Қытайға. Бір қарасам Қытайда ойнап жүр деп солай айтты да ол кісі. Кезінде сол 2009-2010 Шәбудің атынан аялдама командасы болып шығып ойнап, Астанаға барып, Яйшница дейді ғой. Сондайға түсіп кетіп, сондай бір қызықтар болды. Оқжетпес лигасына лақтырып бізді. Соны айтайын дегенмен біз Мамыр Көкені, мысалы, баяғы Шолдақтар командасында, қазіргі мысалы Нұрбол Айтыловпен бірге ойнаған, ол қыран туар қыраннан деп сіздің Мамыр әкеңіз, Асқар Таулы, біздің ағамыз, Мамыр ағамыз. Сонымен кезінде бір байқап қалдым, анекдот жарысында. Қателеспесем, Марат Достаев жүргізе ме, Бету Достаевтың проектісі ма? Сол есіңізде ме? Қай жасыңызда шыққаныңыз? Анекдот айту. Анекдоттан жарыс. Ал өзі қаншада екен? 11 шығар. Күлкі гол ұйымдастыратын еді сол кезде Медеу Достаев аға. Марат Достаев ағаның ағасы ғой енді Медеу аға, Шымкент шоу театрының режиссері ғой, актері ғой. Сол кісі ұйымдастыратын, Марат аға жүргізетін.
сол бірінші ол екінші концертінде шығар, екінші бір жылдан кейін Англия шоуды олар гастроль аралады. Бірінші сезонда біздің папа чемпион болған Англия жарыста. Микроволновка туған. Микроволновка. Келесі жылында осы кісінің баласы да бір шығарғаны бар. Ол кезде сізді алып шықты. Қасында. Қасында алып шыққанда бөлек орындаушы болып шықты. Бірақ қасында жаңағы ат жақта қасында жүрмін. Футболда ешкім айтып жатыр, Додуманда қарсылас болып ойнадыңыздар. Яғни нысанада сіз шықтыңыз, оқу, Яңғызхан облыс театрында Мамыр Гүкем шықты. Сол кезде сол кез қалай еді жалпы? Әңгіме есіңе түскендей сол кездегі. Өзің де біліп тұрған шығарсың. Шет шығарсың. Душаға басылатын әңгімелер. Иә, қарсылас. Мамыр Көкемді ойламаған шығар деймін да, бұл жерде айтайын деген қарсылас болып шығады деп та. Жоқ, ойлаған кезде басталмай жатты. Нысанада ағалар шақырды ғой енді бізді. Сол Нұрым ағаны, мені қасылап ойнаңдар, бізге көмектесіңдер кішкене. Кейбір біздің шәкірттер ретінде, шәкірттер ретінде. Ал олар папамның шәкірттері. Нұрбол аға, Жарас аға, Абай аға. Сол кезде енді бір айтқан әңгімесі есіңізге. Сол қызық. Иә. Анау сөз бар ғой енді, тілге тиек етіп айтып жатқан, бала еді мерген еттің соңында өзімді атты деген сияқты өзіме қарсылас болды деген ғой. Әзілдеп айтып жатқан, анекдотқа бірге шығарған, сахна көрсеткен деген сияқты. Енді ол жер бір бокс емес, бір рингте бір төбелесетін, тайталасатын, бір садақ атысатын нәрсе емес, бірақ әзіл алаң болғаннан кейін ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Дұрыстап ойнап шық, ағалармен бірге деген ақ батасын ғана берді. Ал сырттағы әңгімелер енді жаңа папама Нұрбол ағалардың өзінің айтқандары ғой енді. Неге балаңыздың өзі сізге қарсы ойнап отыр ғой. Қалай болды, қалай қабылдайсыз бұны деген кезде оның бірге баяғыда кілемнің астында жіберетінен қуып алып. Сол әңгімесі есімізге түсті. Иә, енді әзіл ғой енді. Тура сол жер әзіл, ортасы әзіл. Өзіңіз айтпақшы, Құдайға шүкір, екі перзенттің әкесі болып қалыпсыз өзіңіз. Бір жайдарманда фық-фық өткізіп, команда құрып тастайтындай, енді сізді де солай фық-фық өткізіп құрған ғой біздің Мамыр Көкеміз. Енді Ұлантай, қателеспесем, біздің енді Уәлибек Абдраимов ағамыз Шаншардың директоры. Шаншарға сіздерді алды ма, әлде сол Шаншарға бір өзі арнайы бір жоба болды ма? Мен соны кеңінен бір түсіндіре кетсем. Шаншардың ішінде емес, облыстық Қазақстан сатира театрында, баяғы Шымкенттің театры, қазір Абдосынбасы қарамағар. Сол сеншілгі жандар, көрмей кен бабаға сәл өткен. Дони. Пешеходтың жанын біз. Аптека деген жазу бар арасында. Сол театрда, соның ішкі жағында Уәлибек Көкеміз күліп алайық деген бір жоба ұйымдастырған болатын. Сол жобада контрактмен жарты жыл, бір жылдың көлемінде ойнап шықтық. КТК каналының жобасы ол. Сол Азық театрының жобасы ол. Сол жерде контрактмен ғана ойнап шықтық. Жайдарман капқа бармадым дедіңіздер жаңа, айтып қалдыңыз. Негізі сол Есен ағаның өкпесінен болды ма ол нәрсе, или өздеріңіз қалмаңыздар ма? КТ-ға кеткен соң. Білмеймін, команданың басшылығы солай шешім қабылдады, Нұрым аға болды. Солай болды. Бізге де айтты, барамыз ба, бармаймыз ба деген сияқты. Бізден де онша бір қатты былай жауап болған жоқ. Біз ойладық бір білмеймін енді. Бірақ біз ойлағаннан мықты болып шықты. Жалпы тағы бір білетініміз, былтыр карантинде сіздер тағы бір YouTube жоба бастадыңыздар. Ол яғни байдың балдарымен бірге. Қалайский массаж, қуатсың. Массаж сондай. Кішкене еске түсіріп жіберіп айтып жатқан ғой. YouTube жобаңыз көп болған соң. Ішінде біреу. Сол жоба жалғасып жатыр ма әлі күнге? Жоқ, жалғасып жатқан жоқ, ол тоқтап тұр. Қазір басқа нәрсемен айналысып жатыр. Бірден ашып көз тимесін қайтып жауып жібердіңіздер қалай? Жоқ, ашып бірден жауып жіберген жоқпыз. Ол ашылды, бірақ жабылған жоқ. Ашық күйінше қалды. Бір ішкі жағдайларға байланысты солай тоқтап тұрды. Ал қазір уақыт өте кете білдік та өзімізді
творчестводан алыстап баратқанымызды бүйтейік сөйтейік деп бас қосып қоямыз арасында, план құрамыз. Құдай қаласа бәріне жетеміз. Әлі алда жаңалықтар көп. Сол киноның шығу несін айтып кетсең, мысалға миллионға еліктеп шықты ма или басқаша ма? Жоқ, көбісінде сондай сұрақтар туындап жатыр да, мысалға миллион бірінші Шымкент қаласынан бірінші шыққан команда солар болып тұр да, мысалға сериал жағынан мысалға келетін болсақшы, содан тағы еліктеп шықты ма деген. Бір оларға бір еліктеушілік болған жоқ. Солармен қаз-қатарда қанша сериалдар түсіріліп атты. Бірақ көп қаралым жинап, олар өздерінің банальный темаларды тығып әдемі әкетті. Шыны керек, олардың істеріне ырзамын. Тоқтаған жоқ. Былай да былай, еңбектерді кетті. Әдемі ғой, жақсы ғой, жобалар жақсы ғой. Но бірақ біз миллион сияқты мынандай нәрсе істейік деп болған жоқ. Давай біз ютубқа бір сериал түсірейік. Неге түсіріп көрмеске? Түсірдік. Бір айдың ішінде миллион просмотрды жинап берді ол сериал. Біз тағы түсіре берген кезде ол да может жинайтын бет, істеле беретін бет, бірақ мен бағана айттым ғой, жаңағы ішкі бір шаруалар болды, карантин болды, бір ішкі өзімізде кейбір адамдарда стресс болды, бір депрессиялық бір кезеңдер болды. Сонымен болды. Қазір шүкір, қазір алға план қойып, жоспар қойып, бүйтейік, сөйтейік деп қайттан тіріліп, қайттан бір екінші клапанымыз ашылып жатыр, Құдай қаласа. Осы киноның тоқталуына Алматыдағы проекті әсер етті ме, әсер етпеді ме? Қайсы проект? Алматы каналында мысалға. Алматы каналында өздерінің байдың балдарының бір проектісі бар екен. Ол проекті осы жақында шығып жатыр. Ол жақында шығып жатыр. Ол проект негізі қазір шығармай қою керек, шығарса сол кезде шығару керек еді. Ол сол кездегі темалар, сол кездегі ауыры, бірақ бар ғой, ол қашан ол кездегі айтылатын әзілдер бар, қай уақытта да күле береді. Но бірақ сол кездегі темалар еді, 2018-2017-дің темалары болды. Қазір енді оны көрсең, өзімізге де қызық емес ол қазір. Білмеймін, бірақ бар арасында түртіп алатын әзілдер болды. Теміртастығында бастайсың ғой, сол кезде. Иә, сол кезде шығару керек. Иә, Алма Сити деген жоба ғой. Оның ішіне біз ғана түскен жоқпыз. Басқа актерлар да түсті, басқа КВНщиктер де түсті. Көрінді, бірақ основном сендер болған соң, сұрақты сендерге қарай жаңа қойды батқан жөніміз бар. Сол ойчан. Квартираның хозяиндерін жаман екен дейсің. Әзіл ғой. Енді өтпейді. Мандай әзіл ғой деген өзім айтып отқанмын. Енді Ұлантай, жалпы біздің келесі бір рубрикамыз тамақ пісіру десе. Сөйлеме. Ниетіміз қабыл болсын. Мынандай ғой, сен енді актерлік шеберлігіңді білеміз, мойындаймыз, жайдарманшы ретінде де мысалы талай шыңдарды бағындырып, талай белестер басқанында біз ол жағынан ешқандай біздің сомнение дейміз ғой, жалпақ тілмен айтқанда күмәніміз жоқ. Бірақ енді кішкене сіздің бір табиғатыңызға, сіздің бір жан дүниеңізге келетіндей қылып. Алейкумассалам. Қалайсыздар, yaxshimisilar? Қалайсыздар, ahvollari yaxshimi? Ahvollari yaxshimi? Assalomu alaykum. Қалайсыздар? Qandoqsizlar, yaxshimisizlar? Siz ham do'qqa dayin turadi ekan. Dayin turadi-da. Ko'rib qoldim-da o'zim, topib oldim-da ekan. Qo'lingizlar yaxshi. Qo'lingizni olib qo'ying. Chashlik dayin bo'ldimi? Chashlik hozir. 4-kabinkaga 4 ta chashlik olib keling bari. Yo'q, akam, men sizni qo'lingizni olishga keldim. Nima bitta? Aling. Nima deysan? Shu yulduzni chaqiribsizlar-ku. Yo'q, aka, siz yulduz deysanmi? Qo'ying. Yulduz osmondagina bo'ladi-da, yulduz deya. Aka, men sizni endi KVNdan ko'ryapmiz endi. Yaxshi ko'raman-da. Mashhur. Qalbingizda qoling mashhur. O'zbek bo'lgan yaxshi ham yashayapsiz. O'zimni yaxshi ko'raman-da, o'zbeklarni yaxshi ko'raman. Voy, aka, rahmat. Qozoqlarni yaxshi ko'raman-da. Allohga rahmat. Mashhur, aka, sizga bir mashhurlardan nima qo'ysin? Men oshni yaxshi ishlayman-da. Siz ko'ka degan oshibsiz-ku. Ko'ka degan oshibsiz. Mashhur, qo'yaturing, telefonni qo'yaturing. Ko'ka degan oshibsiz. Mashhur. Palovda yopilib qoldi-ku, eshitmadingmi? Nimaga yopiladi? Yopilib qoldi. Voy, yopilsa menda bir ideya bor. Sizni surat Yoqqurlar yop tashladi-ku. Shunaqa bo'ladi endi aka. Mashhur Bog'ozoq degan sizning rasmingiz bilan bir kaflashaylik ekan.
Mening razmerim bilan baursaq desammi? Baursaq qilamiz. Men gumma ishlayman, gumma. Men tushunmadim. Meni baursaq qilasanmi? Ili mening otimdan baursaq tentirasizmi? Ortingizdan baursaq Ha, shunday aytchangchi, meni baursaq qilib yuberaman deb o'yladim. Yo'q, lekin baursaqsiz, lekin ortingizdan ochamiz. Ortimdan ochasanmi? Ortimdan baursaq chiqmaydi. Boshqa narsalar chiqmasa baursaq chiqmaydi meni. Yo'q, aka, mana shu bitirib olay. Otimdan ochasan. Ortingizdan ochamiz. Yuragim og'radi unday so'zlardan. Baursaq qilamiz, gumma ishlaymiz. Oshdan gumma ishlaymiz, sushi ishlaymiz. Pizza yeb ko'rasiz, oshdan pizza. Oshdan yeb ko'rmagan. Mana shuni bilaman. Ishlaymanmi? Ha, retsept menga aytib qo'ying. Retseptni keyin aytaman, mana shular o'tiribdi. Eshitib qo'yaman. Tushiryaptimi kamera? Kamera. O'tgan safar borib qo'yibsiz-ku. Mana shu Qo'qongami, qayerga borib? Samarqandga. Samarqandga bordim. Buxoroga. Qancha berdingiz? Kimga qancha berdim? Yo'q, pul. Pul bermadim, barterga ketib qoldim. Barterga ketib qoldim. Barterga ketib qoldim. Senlar Turchimga yordamga yashayman dedimda, storiesimga salamin senda belgilayman, atmichat etaman dedimda, ketib qoldim. Xotin yuring dedimda, xotinimni olib ketib qoldim. Aka, tarixiy yerlar ekan, o'zim ota-bobolarim bor. Ziyorat qilib qaytdimda, yaxshi ekan. Samarqand asrasa yaxshi. Endi bizga kelsangiz aka, men endi lekin o'zim sizni kutib olaman kelasizda. Mana shu yerda men power ishlayapman-ku. Ketaman yaqinda, ketaman-da, pulim bo'lmayapti. Qayerga ketasan? Qo'qonga ketaman. Men o'zim Qo'qonda o'tiraman, Samarqandga hozir qo'shib boraman deb o'tiribmiz. Bo'ldi, Qo'qonga boramiz, kutib olasanmi? Kutib olaman. Oshda yashaysan. Yana oshdan pizza yashaysanmi? Конечно, aka. Mana shu bog'irsoqdan ochsak qalay bo'ladi? Bo'ladi. Pul bormi? Bo'ladi. Pul bormi? Menda pul yo'q. Nimaga? Mening turim yetmaymi senga? Pulni o'zing yo'q aka. Karantin deb qolib ketdim-da, mana shu. Menda karantin deb to'y bo'lmadi-da, men pul yo'q bo'ldi-da menda. Zapreslar ketib olamanmi deb o'ylab edim-da aka. Hozirmi senga? Hozir kerak bo'pti, pul kerak. Kasbi Goldingda bormi? Kasbi Golding bormi? Men O'zbekistonlikman aka, menga bu yerda Kasbi Gold bermaydi aka. Unda Naski Golding bormi? Naski Gold bor lekin. Ora Naski Goldga saladim, menda nalichka yo'q bo'libdi-da, tek Kasbi Gold bo'lib turdi menda. Jumotpun desangchi aka. Yumotpun. Jumot. Iya, Jumot dedi. Baursaq chiqmaydi biroq. Barakalda. Iya. Negizi vaqti deysinlar. Baursaq kirgizib vaqti degansiz. Иә, қандай ситуациядан, қандай кез келген тақырыптан жаңағыдай шығып кетуің өте керемет Қуантай. Енді әрмен қарай Енді өзіме бір жақын рөл болғаннан кейін енді кіресің ғой, бұл кісі бір жан-жақты ойлап. Шынымды айтайын, жамбылға звондадым. Атты қай жерге білесіңдер, историяларын көріп тұрам. Сол жерге барып пранк жасасақ деді. Жоқ, шығасыз. Жамбыл бір реті келмей айтады. Өткенде қанаттың туған күнінде машинасын 4 баллон жарайық ба деп миллион артын ашып тастағанмын ба? 4 баллон жарайық ба деп панорамаға барып ше, жарып алып камераға түсіп қалып не бәле деп тағы бір бола ма деп. Әйтпесе өзіңе бірақ үстіп көрейік деді. Ұнады ма жалпы біздің? Жақсы, әдемі күшті. Өзім братаным ғой, өзім ағатайларым, Наузағам, баласы, біздің старшагтарымыз ғой, братандар ғой. Күшті бір жақсы тандем болды екеуміздің арамызда, алдағы уақытта да бір сериал түсірсеңіздер, екеуміз дайынбыз негізі. Ол да жоспарда бар. Енді Қуантай жаңа тілге тиек етіп айтып жатсың, көке тоқтап қалды деп. Енді әзір шын аралас, шынымен тоқтап қалды ма әлде? Көке суши пицца жабылып қалды. Негізі мен оны өзім ашқан жоқпын. Беріскен бір 3 жігіт. Иә, 2 жігітпен аштық, бірігіп. Білмеймін, негізі ондай нәрселерге қаражатты сала беру керек қой. Айналымда ақша көп. Иә. Былай енді рекламасына да былай жан-жаққа да беруіндей бердік. Басында жігіттерге де айттым, маған тек жаңағы кейін өздерің ауып деп алғанша мен сендерден ештеңе сұрамаймын да, алмаймын да. Егер ашсаңдар, оны жаппаңдар деген тұғым. Ал жабатын болсаңдар, мен сендерге қатты ренжимін дедім. И ораза айында басталар басталмас бұрын естідім. Осындай, что-то аккаунттары басқаша өзгеріп кетті ғой, сөйтті ғой, бүйтті ғой деп.
сөйтіп қарасам действительно өзгеріп кетті. Балдар өздері маған ескерткен жоқ, осындай болып жатыр. Бір жағынан өзім ойландым, маған ыңғайсызданып айтуға былай батпай жүрді ма. Алып қалды деп естідім, сөйттім де балдарға звондап, сондай жағдай болып жатыр екен ғой деп. Сондай болды. Дей салды тәшейін. Неғып звондап неғамадыңдар деп, осындай наған арендаға неғып қалды, наған жетпей қалды. Қаржыға келіп тірелді мәселесін бәрі. Олардың да негізі түсінуге болады, өйткені олар да бір жақтан ақша аламыз, осынша пәлен лям бөлінеді бізге, біреу берем деп отыр деді. Ол дұрыс бөлген жоқ басында, сөйтіп анжақ мұнжақ болды, орнын ауыстыратын болды, бір жаққа северден аша қойып ек, вытышки проблема болды. Сонымен Тәуке ханға кетті, Тәуке ханнан жаңағы ашылып тұрып, екінші точкасын ашпақшы болды, Қалдаяқов көше жақтарынан. Сонымен ардың жырдың болды. Бірақ мен басында айтқам, маған вообще сенбеңдер жігіттер. Менің лицома да сенбек қойыңдаршы. Ашасыңдар ма, негіз өздерің ашқандарын көрсе. Жоқ, сенің неңмен ашайық, сенің егер ашатын болсаңдар жаппаңдар, жапсаңдар ренжимін деп айтқан тұғым. Сосын ораза айында жабылып қалған естігеннен кейін звондап, қойшы ораза ғой, ешкімге ренжімей-ақ қояйық, кешірімсіз болайық, мен де оны ұмыта салайын. Но бірақ маған жазып жатыр. Жауып қалма не, жауып қапты қоя деп күліп атқандар да бар. Күле берсін, күле беріңдер. Өзіме де бетіме қарап айтып атқандар бар. Жауып қапты қоя, бүйтті қоя деп. Ержігіттің басына нелер кетпейді. Оны мен аштым дедім, бірақ мен ашқан жоқпын. Мен жаптым деп айтайын, бірақ мен жапқан жоқпын. Сондай нәрсе болу керек болды да, болды. Ол ісім оңбаса, басқа ісім оңады. Құдай бір жақтан алса, бір жақтан береді дейді ғой. Кіріс кірмес шықпайды деген сияқты. Алдағы уақытта сол нәрсенің барлығы бізге сабақ болады да енді. Бауырсаққа қалай қарайсың? Бауырсақ. Сам бетінде вообще нанбалаудан бөлек. Бірақ ашылса жабылмасын, оны айтып қояйын. Алдын ала айтып қояйын. Енді ондай жалпы алда қандай жоспарлар бар өзіңде? Алда енді қазіргі мен өзім қазір авиценнада жұмыс істеп жатырмын. КВН меңгерушісі, сол жерде бір мотивациялық сабақтар беремін. Өзіме мотивация керек қой негізі. Жоспарларым бар алда. Оны бір көре жатарсыздар. Нақты бүйтіп. Қазір айтудан қалдым ше, мен бүйтейін деп жатырмын, сөйтейін деп жатырмын, қазір мынандай болайын деп жатыр деп айтқым келмейді. Болып жатса оны көре жатарсыздар Құдай қаласа. Бірақ уақыттың еншісінде барлығы. Көрініп жатса көрерсіздер, сөніп жатса көрерсіздер оны да. Құдай әйтеуір сөндірмесін. Сөнгеннен сақтасын. Өзімізге байланысты ғой барлық нәрсе. Карантинге қарамай байып кетіп жатқандар қаншама. Алла өзі әркімге әрқалай сынайды ғой. Бәрі болады. Өзіңе байланысты еңбектен, ізден, жаса, ұмтыл, жет соған. Болды, басқа нәрсе емес. Енді Ұлантай, жалпы сериалдарға түсіп жүрсің, оңтүстік фильмден, серт қаласы ағамыздан сонсыз тәрбиелік мәні бар, жан-жақын көріп жүрміз. Былайша айтқанда, серьезный киноларға, өзіңнің әзілін, актер ретінде қалай қабылдап жатыр? Халықтың ойына қаншалықты келісесіз, пікір оқитын шығарсың? Енді актер ретінде болғанда мені әзіл күтеді ғой барлығы. Бірінші жайдарман, сол КВН саласынан жастар жағы танығаннан кейін бірінші әйтеуір әзіл күтіп тұрады. Тойға барсаң да әйтеуір деп бір айда көрден әзіл айтады деп сөйтіп тұрады. Бұл жерге барып серьезно сөйлеп кетпейсің ол жерде, ондай жерде. Танып тұрғаннан кейін арасында әйтеуір 100 адамның ішінен 2 адам таныса да әйтеуір соларға болсын әйтеуір әзіліңді арнап кеткің келеді да. Білмеймін, драма ойнағым келеді. Жан-жақты сынап көргім келеді. Суши пицца ашып та сынап көріп жатырық қой өзіміз, сол сияқты жан-жақтан сынап көргім келеді. Сол, басқа не бар еді басқа? Біліп жас актер деп жатырмыз. Құдай қаласа енді сізге береке болып өзің айтпақшы.
ер жігіттің басында егер кетпесе бекар айтпайды. Ол күлетін күле береді. Өмір сүргенде қазақ өсиет біреу көтеріп алса жаңағы Ерболаттың өзін бір миллионға еркелдіңдер ма деген сұрақ маған ұнамай қалды. Мен әріптесім өзімше бағыты басқа деп отырғаным ғой. Негізі жоқ, ол барлық нәрсе еліктеушілік болмағанның өзінде қызығушылықпен болады ғой барлық нәрсе. Менің өзім актер есебінде ойнаған өзім папама ұқсап кетеді. Кейде «Хей!» деп айқайлағанның өзі папам дауыс шығып кетеді өзімнен. Бірақ қазір еліктейтінім Аунасыр Серіков мырзаға қатты еліктеймін. Сол кісінің ойындары, сол кісінің темпераменттері, сол кісінің позитиві ұнайды маған. Күшті ғой. Үй салады ғой. Тыш. қазір Аунасыр деген кезіндегі өздерінде қателеспесем 17-дің финалында ойнады. Финалда шыққанбыз ғой. Баяғы Бауыржан Шолдың әзілдері деген кезде. Біз енді көріп өстік. Не дейді ғой? Ностальгия. Ностальгия. Бұрынғы бәріміз қарап өстік. Көреміз деп айтып жатырмыз. Енді сен айтайын дегенім Аунасыр ағаға өзің тұлға ретінде кімді пір тұтастан өзің сол кісіге бір тұлға деп айта алатын. Енді барлық адам өзінше тұлға ғой, ерекше тұлға. Бірақ менің тұлғам, менің болмысым ол әкем. Авторым да, редакторым да, тәрбиешім де, барлық сол. Ал ақылшым анам, мамашка. Бүйт, мауың сәл артықтау болды, мауыңды бүйт, әзілімді. Ұлан өләй, бүйтіп айтпасай өләй. Неғып өйтіп айтасың деп. Сөйтті не қылады, ұят жағын көп ойлайды. Өлеңдер жатта дейді. Ол саған кез келген жерде керек болады. Мұқағалидың, Абайдың өлеңдерін айт. Солар неғыл кітап оқы дейді. Мынандай нәрселерге қатыс, курсқа қатыс, ағылшынша үйреніп ал, орысша үйреніп ал, барлығын мамам айтып отырады. Ал бұлай сахнадағы күлдіру стильді папам үйретеді. Айтсаң, бүйтіп күшті болады. Айтсаң, бұлай болады. Деп мынаны бүйтіп жібере салсай деп. Сондай нәрселер папам күшті үйретіп отырады. Бір сөзбен айтқанда әкем бар. Айлығында, бағытында. Ата-анам, иә. Ата-анам сол кісілер. Бағдарлама пайдаланып ата-анаға сәлем жолдап. Иә, папа, мама, мен сіздерді жақсы көремін. Жаным, мамам. Папа. Ертең саунаға барамыз десең. Папа, ертең саунаға барамыз десең. Енді Лантай жаңа карантин деп айтып жатырмыз ғой. Карантин тіршілігіне қаншалықты әсер етті? Тойдан қысылып дегенде ғой. Маған кері әсерін тигізді карантин. Мен өзім тойдан тапқаннан кейін табысым маған жасырмаймын, оның жасыратын несі бар. Бүкіл өнер адамдарына әсер етті. Тойға шығып, $15,000, $10,000, $2 миллионға тойға шығып жүрген өнер адамдарының бәріне әсер етті. Бәрі зарплат қайтарды, бәрі қиналды. Ешкімнен кем емес, ешкімнен артық емес. Бәрінің өзінің ішкі жағдайы өзіне ғана мәлім ғой, біреудің. Білмейсің ғой, сыртына қарап, мынау күшті өмір сүріп жүр ғой, мынау жақсы киініп алған, көріп отырсың, костюм мықты екен. Сен жақсы жерге кіріп алғансың ғой сен деп, сыртынан сондай пайымдайды, болды ғой. Сен ішіңде не болып жатқан, үйіңде не болып жатыр. Әркімнің үйінде сондай бір проблема болады ғой. Құдай сақтасын, анасы ауруы мүмкін, былай бір бауыры бүйтіп бір тірлік қасаққа кіріп кетуі мүмкін деген сияқты әрқайсының. Бірақ бұның бәрі Құдайдың берген сынағы, зор болып өтіп кетеміз, бәрі зор болады бәрі. Ештеңе уайымдамаңыздар, жақсы болып кетеді ғой бәрі. Өзің болашағын қалай елестетесің, солай болады барлығы. Иә, соған кішкене бір бүйтіп тыраштанып, тырналап жүрсің болды, жетесің. Әйелің екеуіңді білеміз, көбінесе бірге жүресіңдер, бірге жаңағыдай TikTok түсіріп жатасыңдар. Араларында бірдеңе бар-ау деймін да. Көп нәрсе бар біздің арамызда. Сол көп нәрсенің арасында мысалға бір рет бірге болдық, бір жерде отырыста. Сол кезде байқап қалдым, әйелің ұлан мені таныды, менімен келіп суретке түсті деген әңгіме айтып қалды. Соған өзің көз қарасың, әйелің мысалға жаңағыдай өзі танығанды қалай ма?
өзін халық таныған келіншегім ба? Мен қасымда жүрген кезде ғана әйелсіз ба дейді оған былай. Бұл инстаграмда өзінің бір аудиториясы бар, онда былай өзінде бір подписчиктері бар. Былай білмеймін, ол аса қатты қызыға бермейді ондай нәрсеге, публикацияға ішлей қатты. Негізі жалпы әйел адам өнерге барған қалай? Мүлде қабылдамаймын да, қыз баласын білмеймін, сахнада жүрген жарасады, бір дауыс күшті, бір әнші болса, ән айтып, бір керемет сойқан актриса болса, спектакль ойнаса да, ол жалпыңдеп КВН-ге шығып, әнеқа шығып бай. Ұнатпаймын қыз баласының тойларда, ресторандарда сұхбат беріп, патриархатты жақсы көремін. Жалпы рекламаны көп жасайсың ба? Кімге? Өзіңе реклама? Жоқ, сай келсе маған ол керек зат болса, мен тұтына алатын болсам, олар кез келген затқа мен реклама жасаймын. Аш болып, аштан өліп жатсам, пирожкиге де реклама жасаймын. Мен гонорарың қанша? Гонорарым тойдағы ма? Жоқ, жалпы рекламада. Рекламада гонорарым ба? 100 000 теңге. 100 000. Жалпы көтеріле ме ол? Может, көтеріледі, баға бір орында тұрмайды ғой. Әр қымбат үшін. Иә, карантинде де тығылып той істейін деп звондайды ғой. Тойхананың арт жағында болады, наяқтан кіресің, мынандай жер. Қанша дейсің енді? Осындай пәлен теңгеге шығамын. Карантин ғой, сәл не алмайсың ба, түспейсің ба? Мен айтамын да, әпше карантинден ауырады, біраз нәрсе қымбаттап жатқан сияқты. Асабаның қазір тойды өзіңіз әрең жасап жатсыз. Асабалар көнбей қойса не істейсіз? Той жасап жатқан жоқ, пәлен бермесеңіз бармайын мен десе, асабалар не істейсіз? Наоборот түсіреді ғой. Карантинде бағам түсірдім біраз, тойға дегенде асабалық қызметімді түсірдім. Халықтың да жағдайына қарау керек. Бізді шақыратын халықтар ішлей байбатшалар емес, байбатшалар надойды, олар СНГ-ге шыққан бір КВН-шіктерді, еле болмаса бір Тұрсынбек ағаны ғана, соның аудиториясын ғана білетін шығар, ал біздің қарапайым КВН-шік жайдармашыларды олар шақырмайды да. Егер сен элитный битіп жүргізсең, шақыру мүмкін, былай әкімдердің орысша қазақша жүргізіп, что старые друзья бастайтын болсаң, $1000 долларды айтуың мүмкін, ал бізді шақыратын халық Сарағаш жетсай, күлкі асқан шегелесің деп ленгірде 17-сіне еді салады. Ол кісілерге қайт $1000 деп айтасың, қайт $2000 деп айтасың. Бағаңды айтасың, бірақ түспейсің ба, түсіретін де біліп тұрасың, сосын сәл қосып айтасың. Баламды жай жібітеді. Иә, андай бар ғой, бір Алмат Сахатов дейтін актер, Бауыржан шоудың актерына Марат Сахатов есімді Бауыржан шоудың режиссер болған, авторы болған, сатирик әкесі бұрын айтады екен сол кісіге. Балам, егер сенің құның 100 теңге болса, 99-ға да 101 теңгеге де емес, нағыз сөз бағаңды ал, 100 теңгеңді ал болып дейді екен да. Сол сияқты әркімнің өзінің құнын білу керек, бағасын білу керек, сол құнына байланысты ол еңбектенді әрекет жасады. Реклама көп па, той көп па? Ал дәл қазір реклама көп. Бұрын той көп еді. 2019, 2018, 2017-де жақсы тойға шықтық. Енді ұландай, жалпы Қайрат Нұртас әйелі жұлдыз үшін. Ажырасып кетті ма? Жоқ, шоу-бизнеске жол ашып берді әйеліне. Көмек ретінде Қайрат Нұртас. Нұрсұлтан Жақсыгерен, мысалы, гүл сататын магазин ашып беріп келіншегіне. Сен жалпы Ақсұлуға не істеп беретін ойың бар, әлде не істедің? Жаңа айтып отырсың, өзің аудиториясы бар. Алда не істейсің? Әзірге ойда жоқ. Оған бірдеңе жасап берем. Сенің давай ашып берсем, ары кетсе аптека ашып беретін шығар мен оған. Енді жағдай жетіп жатса, неге бір компания холдинг ашып берерім, егер жағдайым жетіп жатса. Ал былай пока ойда жоқ. Жақын арада мен мынандай ашып бергім келеді. Осы 1-2 жылдың ішінде мынандай ашып берем. Жағдайым жетіп жатса. Ақсұлу айттың ғой сен, айттың ғой. Аптеканы қалай қоямыз деп па? Жай север жақтына. Мынау жаңа тұлға деп айтып жатырмыз. Жалпы өзің ұлан қазіргі осы кезде біздің қоғамда бір өзіңді табу еттім деп есептемейсің бе? шәй ішіп бір сұхбаттасу болса да бір өзіңге
кіммен бір шай ішкің келетін еді, бір сұхбаттасқың келетін еді өзің. Мысалы Ильяс Жансүгіровпен деп сөйтіп бастайтындар бар ғой. Дананы жігіт сөйтіп айтады ғой бір несінде кіммен сұхбаттассын. тіріден айтып отыр. Жоқ, білем ғой енді, жалпы да енді бұлай бұл миының несінің андай жалпы сол кісілермен сұхбаттасқым келеді деп айтқаны ғой. Мен жалпы кіммен шай ішкім келеді? Шай ішкің келеді. Бар адамдарды айтып жатырмын, өлілерден деп жатқан жоқ. Кез келген адаммен егер оның маған деген ниеті түзу болса, кез келген адаммен шай іше беремін. Бұл маған артық ой болмаса, арам ой болмаса, жақсы ниеті болса, әйтеуір әңгімелесіп, сұхбаттасып, кіммен болса да шай ішкенге жетсін, әйтеуір оның да бір тарихы бар, оның да айтатыны бар деген сияқты. Енді өзің арманыңа алам. Аха. Арманың қандай деймін? Арманым ба? Мықты актер болу, немесе Армансыз адам болмайды дейді ғой. Арманым киноиндустрия. Кино көптеп киноларға түсе бергім келеді. Осы творчеством тоқтамаса екен деген арман. Өрлей берсем деген арман. Әкем де айтады, мен жетпеген шыңдарға сен де шықшы, шыға бер. Папам айтам, ол шыңға екеуміз бірге шығайық. Сіз мені итеріңіз, мен сізді итерем. Сол нәрселерге деп. Иә, Аликош та артымыздан мотоциклмен келіп қала ма, кім біледі. Жақын қалды ол. Иә. Кеше қылықтарына қарасақ, Инстаграмда да байқап жатыр, беттен ұрып, жақындап жатыр. Жайлап болып жатыр ғой, ол да шығып жатыр ғой қылықтар. Жалпы арманым сол творчествода бір белгілі бір деңгейге жеткім келеді. Өзімнің өнер өмірінде ойып тұрып орнымды қойғым келеді. Сол өнерім арқылы жақсы тәрбие бергім келеді. Артта өсіп келе жатқан, енді картиып қалған ештеңеміз жоқ. Бізде Тукаға еліктеп, сол кісілерге, Абунасыр ағаларға еліктеп өскеннен кейін ертең бізге де қарайтын поколение болады. Соларға әйтеуір жақсы бір нәрсе қалдырып кетсең екен деп ойлайсың да кішкене. Нұрбол ағамен сөйлестім де өткенде, Нысанада Нұрбол айтылып ағам. Ол айтады, Нысанада жүрген кезде Абунасыр ағалар айтатын тұғын бізге дейді. Абунасыр аға, сендерге рахат қой қазір. Сендерде флешка деген нәрсе бар, DVD бар сендерде, мықты ғой сендерде. Телевизорға қай каналға болса да канал көп қазір шыға бересіңдер. Баяғыда Бауыржан шоудың кезінде каналда. Ал қазір біз сендерге айтамыз дейді. Инстаграм бар сендерде, YouTube бар сендерде. Еркен сөздің бәрін айтып жүргенсің ба? Сендерде сондай нәрселер бар. Ал сендер не айтасыңдар дейді да? Біз TikTok'та айтамыз. Ал TikTok'тағылар одан кейін айтып, енді әр нәрсе жылдан жылға дами береді деген, шыға береді деген ғой, әр нәрсе. Енді Ұлантай, тағы бір жайдарманға бір оралсақ, Сырдария чемпион болған екен, Нұрсұлтан мен Марат біз оқымпы құрамасына қосылып, сборный шығыпты жаңағыдай. Сен енді өзің чемпион болып кеткеннен кейін өзіңде сондай бір ой болды ма? Бір Шымкенттің жастарын, яғни өзіңнен кейінгі поколенияларға бір алып шығып, сол команданы бір чемпион болсақ, немесе соны алып шығып бір кішкене демеп жіберсем деген сияқты. Ондай ой болған жоқ. Осы командама болды байдың балдары, осы командамен ары қарай жоба боламыз, осы командамен театр боламыз. Не түсірсек те, не көрсек те осы командамен бірге көреміз деген оймен жүрміз. Командамен бірге алға қойған мақсаттарың бар ма? Нақты. Нақты енді бағанада айттым ғой, нақты мақсат, жоспарлар әлі талқыланып, жасалып жатыр. Қазір сіздерге айтпай қойайын ол нәрсені. Біз бүйтейін деп жатырық, сіз сөйтейін деп жатырық деп уақыттың есіне қалдырайық. Балдарда ренжитін шығар, не айтып қойдың, айтып қойдың. Шығып алайық та берші деп айту мүмкін да. Сол сияқты күтіңіздер, бізді күтіп жүргенде қанша көрермендер нелеріміз бар шығар деп ойлаймын. Күтсеңіздер, Құдай қаласа, бұйыртса бәрі болады. Барлығы сіздер үшін. Жақсы көремін. I love you. Енді Ұлантай, Абунасыр аға ұқсап қалайын дейді. Адамның ең қазіргі бір бағалы затын бір уақыт қой. Алтындай уақытын бөліп келіп отқаныңа рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет.
өздерің сияқты мысалы оңтүстіктен шыққан жер бөлініп емес, жалпы өзіміздің Шымкенттен шыққан жалпы өнерпаз қазақтың өнеріне иә үлес қосып жатқан кісілерді, жалпы жігіттерді, кез келген өнер майталмандарымыз мақтан тұтамыз. Бүгін міне уақытыңды бөліп, жаңа өзің жоспарлап, өзің армандап, өзің ниет етіп жатқан айлардың сұлтаны болған Рамазан айында иә дұға тілектер қабыл болатын ай дейді. Иншалла қабыл қылсын Аллах Тағала. Мұратыңды асыл қылсын. Платный бат болып кетіп жатыр десең. Жалпы әзіл ғой иә. Тығып жібереді да арасында. Ыңғай кезде енді бір не алмау керек те жаңа. Құдай қаласа тек қана жеңісті күндерің көп болсын мынандай. Біз үйлес болып, ниеттес болып отырамыз шын жүректен. Бүгін келіп уақытын бөлгеніңе мың алғыс дейін, рахмет дейін. Өйткені бұл уақыт өте бағаланатын, өте бағалы зат адамның. Сол уақытын бөлгеніңе рахмет. Қалуымыз керек біз сол уақытты. Сол уақыт емші ғой деп. Өтпейді мен айтсам, өтпейді. Олардың өзі айтпайды. Ал құрметті достар, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болайық. Және де бізге демеуші болған Бульвар ресторанына алғысымызды білдіреміз. Және де құрметті достар, біздің YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Колокольчик қой қоңырауша.